Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің, әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында, Шыңғыс тауының баурайында 1845 жылдың 10 тамызында дүниеге келген. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Әкесі Құнанбай өз заманында ел басқарған адам болды. Абай алдымен әкесінің өз туыстарының балаларын оқытамын деп Ескітам деген қоныста салдыртқан медреседе сауат ашты. Одан кейін ауылдағы Ғабитхан деген молдадан білім алды. Ал 10 жасқа толғанда Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл білім алды. Сол жерде араб пен парсы тілдерін меңгеріп шыққан. Абай дін оқуымен ғана шектелмей, білімін өз бетінше жетілдіруге тырысады. Шығыстың Низами, Науаи, Сағди, Хафиз, Физули сияқты ұлы ғұламалардың шығармаларымен танысады. Сонымен қатар, Абай орыс мектебіне де барды. 5 жылдық оқу аяқталарда ол өлең жазуды бастайды. Құнанбай ел билеу ісіне балаларының ішінде Абайды баулып, араластырды. Абайды 13 жасында оқудан шығарып алуы да сол билікке ұлын қалдыру мақсатында еді. Әке еркімен ел ісіне жастай араласқан Абай тез есейіп, балалықтан да ерте айырылып, жастайынан ел ішіндегі әңгіме, сөз өнерін, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, өзінің ерекше талантымен бойына сіңіре білді. Құнанбайдың шешесі Зере кісі ренжітпейтін жұмсақ мінезді әйел болған деседі. Оны сөз өнеріне ерте баулыған адам әжесі Зере. Ол немересінде білімге деген сүйіспеншілік пен құштарлықты оята білді. Зере ауызша баяндаудың керемет шебері болған және ертегі мен әңгімені қызықты айта білген. Сондықтан Абай әжесін қатты жақсы көретін. Абай алғашқы өлеңін 10 жасында жазған. Мысал өлеңдерін шебер жаза білді. Ақын осы жанр арқылы қазақ халқының сол кездегі өмірін, адамдардың мінезі мен іс-әрекетін дәл көрсетіп, сатиралық бейнелермен көркем жеткізді. Абайдың іргелі еңбектерінің бірі оның қара сөздері. Осы сөздердің бірнешеуі алғаш рет 1918 жылы Семейде шыққан Абай журналында жарық көрді. Артынан Абайдың қара сөздері орыс, Қытай, француз және тағы басқа әлемнің көптеген тілдеріне аударылды. Абай әке қасында болған жылдарда атқамінер би болыстардың қулық сұмдықтарын, аштық пен жалаңаштықты, патриархалдық, кертартпа салт-сана, әдет-ғұрып залалдарын айқын түсініп, елге пайдалы, адамгершілігі бар, әділ басшы болсам ғана жақсы адам боламын деген тұжырымға бекіді. Осы мақсатпен болыс сайлауына түсіп жеңіп шығады да 1875-78 жылдарда Қоңыр Көкше еліне болыс болады. Бұл жылдары Абай өз қолындағы билікті пайдаланып, әділдік таразысын тең ұстауға күш салды. Әлсізге зорлық көрсеткендерді, ұрлық жасағандарды қатты жазаға тартып, халық қамқорына айналды. Оның ел басқарудағы бұл бағыты халықты қалауынша езіп, жаншып жүрген шонжарлар тарапынан қатты қарсылыққа ұшырады. Үстінен жалған арыз айтушылар көбейді. Саяси қызметі үшін 1870 жылдары Санкт-Петербургтен Семейге айдалып келген Михаилис пен 80 жылдарда орыс демократтары Долгополов пен Леонтьевпен танысады. Бұл озық ойлы азаматтардың Абайдың саяси әлеуметтік көзқарасына игі ықпалын тигізді. 1885 жылдың мамыр айында Шар өзенінің бойындағы Қарамола деген жерде Семейдің генерал-губернаторы Цеклинскийдің басқаруымен Семей губерниясына қарайтын 5 уездің 100-ден астам би болыстары бас қосқан төтенше съезі өткізілді. Осы съезде төбе би болып сайланған Абайға Семей қазақтары үшін қылмысты істерге қарсы заң ережесін әзірлеу тапсырылды. Абай бастаған комиссия барлығы 93 баптан тұратын ережені 3 күн 3 түнде әзір етті.
бұл қазақ қауымында ежелден қалыптасқан кертартпа әдет-ғұрып заңдарына да, патша үкіметінің халықты қанаушылыққа, зорлық-зомбылыққа негізделген заңына да ұқсамайтын өзгеше құжат еді. Оның әсіресе ұрлық, қылмыс пен әйел мәселелеріне арналған баптары ерекше құнды. Бірақ Абайдың атақ-даңқын осынша көкке көтерген Қарамола съезінен кейін оның дұшпандары көбейіп кетті. 1890 жылы Байғұлақ, Күнту деген жуандардан бастаған 16 атқа мінер жиренше қыстауының шетінде Ши деген жерде Абайға қарсы дұшпандық әрекетке сөз байласады. 1891 жылдан бастап Абай басына ауыртпалық түсіп, бір-біріне ұласқан қайғы бұлты ашылмай қояды. Осы жылы ақынның сүйікті інісі Оспан жарық дүниеден өтеді. Одан кейін әскери білімі бар, үлкен үміт күткен баласы Әбдірахманнан айырылады. Сөйтіп жүргенде соңғы тіренішіндей болған дарынды ақын баласы Мағауия да қайтыс болады. Осындай қабаттасқан қайғы қасіреттен күрт сынған Абай Мағауияның қазасынан кейін 40 күннен соң 1904 жылдың шілдесінде өзіне дүние салады.